Қазақ әдебиетінде әйел теңдігі, ана махаббаты туралы том-том шығармалар жазылып, музаға айналса да, ақын жазушы ретінде биік белестерді бағындырған әйелдер саусақпен санарлық. Оның себебі де жоқ емес. Ол деңгейге өту үшін тағдыр жазған талант аздық етеді, үздіксіз ізденіс керек. Қаламның киесі мен күйбең тірліктің жүйесін қатар алып жүрген қаламгерлерге қайран қаласың. Олардың шығармашылығын сүйсінбей оқу мүмкін емес. Өйткені олар жүректен шыққан шынайы лебіздерін ғана ақ қағазға ақтарады. Нәзік жандар олардың бос сөз жазуға уақыттары жоқ. Құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға кітапхана қорынан әдебиеттің қарлығаштарының қаламынан туған туындылармен танысуға шақырамыз.